алдында айттым ғой, қандай неменен несейін. Иә. Сол Сол немене сол ер адамның шаруасыменен ары қарай кетейін деп тұрмын. Маған пайдалысы сол болайын деп тұр. Әңгіме шындығын айту керек. Жаңа мына кісі де айтты ғой, қыздырынып алмаса жаңа ештеңе болмайды деп. Сол сияқты ол манағы жіктеп, анау детокстың ішінде анау бар, оның ішінде мынау бар, оның ішінде сонау бар, оны ішкенде былай болады дегеннен үш түйір өнім болды. Соны айтам. Алған адам алады результатын. Алмаған адам енді өзінің денсаулығынан көреді. Енді ол жаңағы Гүлнар апа айтты, су обязательно жүру керек деп. Енді бүгінгі елде событияда алғанымыз қалай болғанда да адамның жаңағы өз-өзін жоғары көтеру мақсаты. Менің түсінігім. Манағыдай бәлен жерде бірдеме бар, түген жерде бірдеме бар. Манағы осындай жаңағы біз сияқты қарапайым болып жүріп, андай дәрежеге жетіп отыр адамдар. Соның қалай екен, жаңа Гүлнар апа айтып отыр ғой, атырауға келгесін олар анық айтып отыр, басқа жерде айтпайды деп. Соның қалай жолы бар, қандай арман, мақсат, армандай беру керек екен адам. Мен осындайға жетемін, осындай 5-6 машинам болады, 2-3 коттедж үйім болады. Мысалға, мына балама мынандай, мына қызымда мынандай машина, соның бәрін армандай беру керек екен, менің түсінігім. Сосын манағы сол армандар өзі орындалғанша адамда тек кішкене төзімділік керек, үйірде шыдамдылық керек. Ол әрекет етесің ғой, өзің үшін әрекет етесің. Бірақ сол әрекет орындалғанша шыдамдылық керек. Ол тек бірден жаңағы тас құрала кетпейді, бірақ енді оның бір уақыты бар өтпелі. Жаңағы айтып отыр ғой, 500 мың, миллион, 2 миллион саласың дейді ол жерге. Бірақ ол саған артынан өзіңе қайтап 5 миллион, 6 миллион бар. Мана анығын бәрін айтып түсіндіріп отыр, бәрін айтып отыр. Не 500 мың, мен де мысалға жаңағы салатын ақшам болған жоқ. Жаңағы сіңлімнің кәсіпкісін алдым, 800 мың ақшасын жойдым, ал оның ақшасы бітіп кетті. Содан кейін ақша кетіп, бәрін де жаптым дейді. Просто бұл жерде жаңағы ерінбей адам мақсат қойып алдына, соған тек жүре беру керек те алға қарай. Вот ше. Керек па табан? Кедергі